Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай миксерсіз дайындалатын кекстердің рецептімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізді құямыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Күнбағыс майын құямыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды және де разрыхлителімізді қосамыз. Барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Дайын болған массамызды формочкаларымызға салатын боламыз. Менде осындай силиконды формочка. Мен мұнда шамамен 2 ас қасықтан құйып шықтым. Және де бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мұнда менде қатырылған клубника салдым. Енді кекстерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің кекстеріміз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Іші барлығы толықтай пісіп, өте оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.